Әлемге әйгілі тұлғалардың көбі балалық шағын қиындықта өткізді дегенмен келісесіз бе? Бүгін тілге тиек етіп отырған кейіпкеріміз жетімдіктің дәмін жөргекте жатып ақтатқан. Дүниеге келгеніне 7 күн толғанда анасы Күнбала шешек ауруынан қайтыс болып, оны әкесінің немере ағасы Сүйіндік түйе сүтімен асырайды. 9 жасқа келгенде Сүйіндік ағасы да қайтыс болып, еңбекке ерте араласады. Бірде оның тары қорып жүріп айтқан әнін күллі жұрт ойып тыңдайды. Содан бері халық оны жиын тойлардан қалдырмайтын болған. Толқытқан балқаш көлдей тереңдікті, содан да ой асылып сенен күтті. 90 мың жылқысынан Қарабайдың сіз төккен 90 ауыз өлең мықты. Иә достар, біз биыл туғанына 160 жыл толып отырған Шашубай Қошқарбайұлы туралы айтып отырмыз. Тарих беттерінде ақын, композитор, әнші ретінде танылған тұлғаның тағы бір тың қасиетін ашып көрейік. Шашубай Қошқарбайұлы жонглерлық өнерімен де халықты тәнті еткен деседі. Оған қазақтың белгілі ақыны Абзал Бөкеннің Шашубай атты өлеңінде жатсаң да сарыарқада ең алыста, ұштауға ұшқыр ұлын қоғам ұста, құйқылжып сіз шыққанда цирк біткен, аттанған ақысы жоқ демалысқа деп жырлаған жолдары дәлел. Я, жігітке жеті өнерде аз дейді дана халқымыз. Ал сіз өлкемізден шыққан ақынымыз жайлы қандай тың ақпараттар білесіз? Пікірге жаза кетіңіз.